Бүгінгі мастер-класста біз шапкаға, босоножкаға шнур тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін жібіміз менде жіңішке болғандықтан екі қабаттап алдым жіпті. Жіпті ұзын битіп алып аламыз. Мінекей осындай ұзындықта. Қалағаныңызша сіздер шнур ұзын болсын десеңіздер, ұзын жіп алып аласыздар. Енді мынау жіптің басы бұл өзімізден алға қарай тұрады, ал жіптің ұшы, мінекей мына жіптің ұшы бұл өзімізде тұрады, өзімізге қарай. Ал енді тоқуды бастаймыз. Ең алдымен менде номер 2,5 миллиметрлік крючок. Ол үшін мына шнурок тоқу үшін бірінші мінекей осылай жіпті алып айқастырамыз былай. Мінекей сөйтіп бір ілмек аламыз. Осылай. Жаңа айтқанымдай жіптің моток жақ жоғарыда тұрады, ал жаңағы өлшеп алған жағымыз өзімізге қарай тұрады. Енді мінекей ол үшін мына жіптің өзіміздегі ұшын крючокқа ілдіреміз. Ілдіремізде моток жақтағы жіпті тартамыз осылай. Тағы да крючокты ілдіреміз. Жіпті тартамыз осылай. Мінекей крючокты ілдіреміз. Жіпті тартамыз. Өзіміздегі жіпті крючокқа ілдіреміз. Жіпті тартамыз. Мінекей екеу болғаннан кейін екінеден бір ілмек шығарамыз. Осылай мінекей. Яғни бұда сіздердің жіптеріңіздің крючоктарыңыздың миллиметріне байланысты шнуроктарыңыз кейбіреуде қалың болуы мүмкін, кейбіреуде жұқа болуы мүмкін. Яғни ол өздеріңіздің қалауыңызша, яғни шапкаға тоқитын болсаңыз, қалың жіптен алатын болсаңыз, шнуроктарыңыз қалың шығады. Ал мен бұны детский босоножкаға қою үшін тоқып жатырмын. Яғни ол да каналымда, Алла қаласа, жақын арада каналымда шығатын болады. Яғни бұл сол босоножкаға арнап тоқылып жатқан шнур, мінекей. Крючокқа жіпті ілдіреміз. Тағы да жақыннан көрсетейін. Крючокқа жіпті ілдіреміз. Осылай. Осылай жалғасып кете береді. Сіздерге менің сабағым түсінікті болды деп ойлаймын. Алда тағы да жаңа сабақтарды күтіңіздер. Каналға жазылып, маған лайк басып, тіркеліп алыңыздар.